Дені сау ұрпақ алып келу үшін ол жігіттің өзінің дені сау болу. Өйткені сіз болашақ әкесіз. Келесі омега 3 деп аталады. Яғни бұл балықтың майы. Қасиетті сіздің психологиялық ойыңыз өзгеретін болса, сіз бұл әрекетті қоясыз. Ассалаумағалейкум барша қазақ елі, оның ішінде YouTube каналдың оқырмандары және де Instagram парақшамның оқырмандары. Мен Олжас Иманғалиұлы, дәрігер, уролог, андролог, физиотерапевт. Бүгін қозғалатын тақырыбымыз мынау мастурбациядан қалай арылуға болады. Сол туралы бүгін айтатын боламыз. Осы мастурбацияны қоюдың 5 түрлі әдісі бар. Соған тоқтала кетейік. Ал кеттік. Бірінші, дұрыс тамақтану. Яғни бұл дұрыс тамақтанудың маңыздылығы, өйткені құнарлы тағамдарды жей отырып сіздер гормондық бұзылыстардан арылуға болады. Оның ішінде бойдың өсуі, сонымен қатар жыныс жүйесінің дұрыс жетілуі, ой өрістің дұрыс дамуы, сонымен қатар басқа да организм, бауырдың, бүйректің жұмысының жақсаруына ішкен жеген тағамның өте пайдасы болу керек. Өйткені тағамдарды қазір білесіздер, қаптап кетті, ГМО дейді, мынау фастфуд дейді, басқа тағамдардың әсері осы еркектерге әсері өте жоғары. Сонымен қатар келесі, мынау спортпен шұғылдану. Спортпен шұғылдану арқылы сіздер не істейсіздер? Яғни спортпен әрқандай спорттың түрлері бар. Сонымен қатар плавание дейміз, жүзу, жүгіру, тяжелый атлетика, легкая атлетикамен айналысып отырып, сіздер мынау гормондық бұзылыстарды қалпына келтіресіздер. Оның ішінде мынау тестостерон гормоны. Тестостерон гормоны, яғни гормондардың ішіндегі ең королі айтатын болсақ, басқа гормондан қараған кезде бізде еркекті еркек қылатын осы гормон, тестостерон гормоны. Осыны әрқашанда жоғары деңгейде ұстау керек. Ол айтатын болсақ, мынау болашақта ер адамның дұрыс жетілуін, ары қарай еркектің еркек қылып болатынын, осы гормонның деңгейі жоғары болу. Оны әрқашан үнемі жасыңыз 30-да болсын, 50-де болсын, 20-да болсын, әрқашан осы гормонның түсіп кетпеуін қадағалау керек. Екінші мынау мастурбациядан арылуға сүйікті ісіңізбен айналысу керек. Содан рахат алу, содан кайф алу. Өйткені ол не? Сүйікті ісіңіз. Может, ол сіздің мынау жұмысыңыз болуы мүмкін. Бір істі жақсы аяқтап, мынау бір айтатын болсақ, жұмыстан рахат алу арқылы сіз бір сүйсініп жұмысыңызға. Может, сіз строительсіз, стройканы бітіріп істеп, аяқтағаннан кейін қандай сүйсіну керек. Может, сіз садовниксіз, бақша егетін шығарсыз. Ол жұмыста арқылы сіз өнім алғаннан кейін халыққа пайдасын тигізіп жатсыз. Сол арқылы сіз сүйсінуіңіз керек. Өзіңізге сүйсінетін болсаңыз, сіздің ешқандай уақытыңыз болмайды оны ойлауға. Ой сананы өзгертсеңіз. Және де мынау айта кететін болсақ, мынау жауапкершілік. Жауапкершілік тоқтататын болсақ, бұл жауапкершілік әр азамат өзі сезіну керек. Ол жауапкершілігін сезінбейінше, ол мынау дүниеге дені сау ұрпақ алып келу үшін ол жігіттің өзінің дені сау болу керек. Ол ертеңгі күні мынау денеге ДЦП-мен туылатын балалардың, басқа да ақаулармен туылатын балалар қайдан болады? Әрине, ер адамның денсаулығы болмаса, әйел адамның денсаулығы дұрыс болмаса, одан туылған баланың да денсаулығы дұрыс болмайды. Сіз болашақ әкесіз. Соны есте сақтау керек әрқашанда. Сіз мынау істеп жатқан қимылыңыз, істеп жатқан тірлігіңізді мынау ойлану керек. Әр іске бармас бұрын ойлану керек. Мен не істеп жатырмын? Мен ертеңгі күні үйленіп бала шаға болатын әке, ата-анамын ғой. Соған байланысты мынау жауапкершілікті өте сезіну керек. Өйткені жауапкершілік сезіне отырып, сіз өзіңізді өзгертесіз. Өзіңізді өзгерте отырып, сіз өзіңіздің денсаулығыңызға пайдасын тигізесіз. Соған байланысты жауапкершілікті әрқашан әр азамат ескеру керек. Кеттік. Үшінші, төртінші мынау витаминдер. Қазақша айтқанда дәрумендер. Дәрумендерді қолдану керек. Өйткені дәрумендерді қолданбасақ, өйткені қазір біздің тағамдармен жекілік түрде дәрумендер түспейді. Оны қарап отырсаңыздар, шетелдіктерді мысалға келтіре кетсек, неғып мынау жапон халқы, неғып жасаған, үнемі 70 жастағы, 80 жастағы кісілері біздің бір 40-50 жастағы ағаларымызбен, апаларымызбен айтсам болды, жастар ұқсас. Өйткені олар әрқашан мынау биологически активный добавка дейді, БАДтарды қабылдайды. Сонымен қатар керекті мынау витамин, дәрумендерді ішу арқылы ол өздерін жасатады. Өйткені біздің организмге әрқашан витамин жеткіліксіз. Соған байланысты біз күнделікті балық жей алмаймыз. Күнделікті біз басқа дәрумендерді толтыратын тағамды біз морепродукт дейміз көптеген. Оларды қалпына алып тұратын біздің жағдайымыз келмейді оған. Өйткені оларды біз қосымша витаминдер арқылы біз оны ағзамызға толтыра аламыз.
мәселен айта кететін болсақ, Б тобының комплекс витаминдер, Б тобының құрамында көптеген мынау бауырды тазартатын, сонымен қатар мынау басқа да көздің, басқа да жыныс органдарының қалыпты жетілуіне Б тобының витаминдері әрқашан керек. Және Д витамині, витамин Д-ның қажеттілігі сонша, мынау жүрек қан тамыр жүйесі, сүйек, мынау шеміршек жүйесі, оның ішінде мынау жыныс гормондарының қалпына келтіретін бірден бір витамин Д витамині. Әрине, бұның дозировкасы әртүрлі болуы мүмкін, 400 миллиграмм болуы мүмкін, 1000 миллиграмм болуы мүмкін, 2000 миллиграмм болуы мүмкін, одан да көп болуы мүмкін. Соған байланысты профилактикалық ретінде әрқашанда витамин Д-ны қабылдап отырсаңыздар болады. Келесі омега-3 деп аталады. Яғни бұл балықтың майы. Балық майын біз балықты күнде жей алмаймыз. Соған байланысты балық майының жасалған витаминдерді қолдансаңыз, бұл мынау адамның ой өрісін жақсартады, ойлау қабілетін жақсартады. Сонымен қатар мынау өсу гормондарының жақсы қалыпты келтіруіне баланың даже бала кезде беру керек. Тіл шықпай жататын болса, мынау неврологиялық ауруларда көбінесе мынау омега-3 дейміз, соның көмегі өте қажет деп айтады. Сол себепті ол омега-3-ді әрқашанда ішіп қабылдау керек. Әр әйел адам болсын, ер адам болсын. Сонымен қатар цинк пен селен, бұл элементтер өте маңыздылығы, әсіресе ер адамға. Өйткені бұның қуғасты безі бар ер адамда, соны мынау қуғасты бездің жұмысын жақсарту әсерінде, онымен қатар басқа да ағзалардың жұмысын жақсарту әсерінде, мынау цинк пен селеннің маңыздылығы өте жоғары. Бұны әрине сапалы витаминдерді, мынау әртүрлі қазір сайттары бар, мынау Елдей компаниясының Нутрлайт витаминдерінің сапалығы өте жоғары. Сонымен қатар iHerb сайтының витаминдерін алып қолдансаңыздар, ол да сіздерге көмегін тигізеді деп ойлаймын. Және мынау 5-ші тұрғыға келетін болсақ, 5-ші қағида арудың, бұл психологиялық ой сананы өзгерту. Бұл сананы өзгерте отырып, сіз ойыңызды басқа жүйеге бұра отырып, бұл мынау мастурбацияны ойламай, мынау басқа да ойларды өзгертіп, жақсы нәрсе ойлау керек та. Болашақта кім боласыз? Сіздің жұмысыңыздың алға басуы, мынау көз алдыңызда елестетуіңіз керек. Ертең күні сіз әкесіз болашақ. Болашақ жарыңызды елестетуіңіз керек. Қандай денсаулық ұрпақты әкеліп жатқаныңызда, сол себепті сіздің психологиялық ойыңыз өзгеретін болса, сіз бұл әрекетті қоясыз. Соған байланысты мынау адам жақсы нәрсе айту керек, жақсы нәрсені ойлау керек. Бұл жаман нәрсені әдетке айналдырған кезде бұның ары қарай асқынатын аурулардың түрін айта кетейін. Өйткені мынау мастурбацияны жиі жасаған адамдарда мүшенің дұрыс жетілмей қалуы мүмкін. Не себепті? Өйткені мынау 13 жаста мынау ер адамның жүйкесінде сперматозоидтардың қалыптасуы болады. Одан кейін мынау органның 18-дің ары қарай жастан болмаса, ер жеткенге жасайтын болса жас кезде, оның мүшенің өспей қалуы. Сонымен қатар мынау кейін үйленгеннен кейін эрекцияның дұрыс болмауы, сонымен қатар полюция дейміз ғой, полюция дегеніміз, яғни сперманың ерекше шығып кетуі, түнгі уақытта, соның жиілеп кетуі осы мастурбацияға байланысты болады. Сол себепті жігіттер, мынау менің дәрігерлік сізге кеңесім айтатын, әрқашанда жақсы нәрсе ойлайық, деніміз сау болсын. Ондай зиянды заттарды жасаудан қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені біздің Қазақстанға тек қана денсаулық адамдар, денсаулық епалар керек. Өйткені біздің елімізді қорғайтын, елімізді басқаратын осы ер азаматтар. Аман болайық, сау болайық баршаңызға. Бүгінгі мынау менің қозғап кеткен тақырыбым сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнап кетсе астына комментарлар жазып кетіңіздер, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Және де мынау қоңырашаны басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызға таратыңыздар, білсін, біліп жүрсін, ертеңгі күні астындырып алмай, алдын алып жүрген абзал деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет, көңіл бөліп тыңдағандарыңызға. Сау сәлемет болыңыздар.